Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен рассольник, яғни қышқылтым көже дайындау рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 500 грамм ет, 150 грамм маринадталған қияр, 1 пияз, 1 сәбіз, 4 картоп, 150 грамм арпа, 150 мл қияр тұздығы, 3 ас қасық тұз, 1 шай қасық кептірілген ақ желкен, 1 шай қасық қара бұрыш қажет. Етке шамамен 4-5 литр су құйып, 30 минут орташа отта пісіреміз. Ет тез пісу үшін орташа бөліктерге бөлінді. Үстінен тұз қосып пісіреміз. Ет піскенше пиязды 4 бұрыштап тураймыз. Картопты да 4 бұрыштап турап аламыз. Сәбізді үккіштен өткіземіз. Маринадталған қиярды да 4 бұрыштап турап аламыз. Етіміз қайнап жатыр, үстіне шыққан көбіктерін тазалап алып тастаймыз. Отыз минут өткеннен кейін үстіне арпаны салып, тағы да 30 минут қайнатамыз. Енді үстінен туралған пиязды саламыз. Сәбізді саламыз. Тұздықты құямыз. Маринадталған қиярды саламыз. Картопты саламыз. Қара бұрыш пен кептірілген аскөкті салып, 20 минут қайнатамыз. Сорпамыз дайын, сорпаны қаймақпен және дәмдеуіштермен ұсынуымызға болады. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.